Қабір, барзақ әлемі. Адам алейхиссаламнан бастап қазіргі таңға дейін қайтыс болған адамның барлығы барзақ әлемінде жатыр. Ертең біз де ол жаққа аттанғаннан кейін қиямет болғанға дейін қайта тірілетін күн бар, соған дейін барзақ әлемінде жатамыз. Бұл төртінші әлем. Төртінші әлемнен кейінгі қайсы әлем? Ақырет, махшарға жиналамыз. Өлгеннен кейін қайта тірілу дегенге иман келтіреміз ғой. Ол қиямет әлемі пайғамбарымыз сұралған. Қиямет жайында айтылған кезде оның ұзақтығы қанша жыл болады дегенде 500 мың жыл болады деген. Қараңыз. Ал енді сол ақыреттен кейін ары қарай адамның мәңгілік өмірі жәннат болса жәннатқа кіреді. Жәннаттан нығметі түгеп таусылмайтын Алланың рахметіне бөленеді. Мәңгі қалған. Аллах Тағала Құран-ы Кәрімде егер жәннатқа кірсеңдер